Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Кеше ағылшын кубогының, Англия кубогының жартылай финал ойындары өтті. Және сол ойындардың бірінде Престон мен Астон Вилла ойынында Манчестер Юнайтедтің жалға алынған Астон Виллаға жалға алынған шабуылшысы Маркус Решфорд 2 гол соқты. Дубль жасады және өз командасына жеңіс сыйлады. Жалпы осы тұста мен айта кетейін деп Астон Вилланың қысқы трансферлері жайында дәлірек айтсақ, екі ойыншы ол Марко Асенсио және де Маркус Решфорд. Екеуінің мансаптары өте ұқсас, екеуі де жасында жарқылдап шықты. Біреуі Мадридтік Реалдың, біреуі Манчестер Юнайтедтің құрамында. Екеуі де дебюттік ойындарында гол соғумен танылды. Екеуінің болашағынан үлкен үміт күтетін 2017-18 жылдары мен Маркус Решфорд пен Марко Асенсионы болашақтағы алтын доп иегерлері деп ойлайтынмын. Және екеуін сол Месси мен Роналду болмаса да сол деңгейге жақын жаңағы бәсекелес ойыншылар болады деп күткен болатын. Алайда өкінішке орай екеуінің де мансабы екі түрлі жол тапты десек болатын шығар. Әрине Марко Асенсио азды көпті сәтті ойындар көп болды. Оған негізі шынында қатты үлкен бір жұлдыз болуға алдымен Мадридтік Реалдағы бәсекелестік, онан кейін жарақаттары кедергі жасады. Ал Маркус Решфордты айтатын болсақ, Маркус Решфордтың жалпы мансабын түсіну өте қиын. Бір кездері одан тіпті әлемде одан мықты шабуылшы жоқтай көрінеді, ал бір кездері әлемдегі ең нашар шабуылшы сияқты. Ал екеуі осы қыста Астон Виллаға ауысқалы, бірақ екеуі де өте жақсы ойын көрсетіп жатыр. Бұл ұзаққа бара ма деген сұрақ қой енді. Астон Вилла жанкүйерлері әрине қуанады осындай масштабтағы жұлдыз олардың командасына келгеніне. Алайда екеуінен де келесі маусымда екі түрлі нәтиже күтуге әбден болады деп айтсам болатын шығар. Жасында жарқылдауы да әбден мүмкін, бірақ ондай болмай қалуы да тіптен мүмкін деп айтсақ болатын шығар. Себебі олардың жоғарыда айтқандай мансаптары түсініксіз. Олар әрқашанда жаңағыдай тек қана өздерінің орысша айтқанда по настроению дейді ғой, сондай ойыншылар. Және де егер Астон Вилла екеуін де сатып алатын болса, оларды үлкен сәтті маусым күтуі де мүмкін. Егер Унай Эмери екеуіне де жаңағыдай керекті сөздерді таба білсе, бірақ та сол деңгейде, сол сәттілікті күткен деңгейде сондай сәтсіздікті де күтуі әбден мүмкін. Өйткені олардың мансабы өте сондай бір аумалы төкпелі мансаптан тұрады.